монтаждап болдум видеомду. Так, азыр дейтин мен видеомду бастайын. Эй, кимдердин дауысы чыгып атыр? Кимдердин дауысы? Дос. Так, салем достар, сендер менен бирге мен Моля, каалайсыңдар? Менин жаңа видеома кош келиңиздер. Достар, мен мынаяктан бир жет элдердин бирлеринин дауысын эстеп аткан сыяктымын осы жакын жерден. Или даладан чыгып атырмы? Даладан чыгып жаткан сыяктуу, қазір көрейинчи. Так, жок, далада эч ким жок, достар. Мына достар. Эй, кимдин дауысы чыгып атыр, достар? Так, бuyakta бирөө жүргөн сыяктуу, достар. Жок, бuyакта эч ким жок. Эй, жетелдер. Эй, жетелдер. Менде нең бар? Жөнді екен ғой, маған ұрысып тастаған емес. Так, қазір достар, мен прикинь түсінбей тұрмын бар ғой. Давайте достар, мен қазір екеуін аңдайыншы не істеп жүргендерін. Давайте сіздер бар ғой, сіздер көп рахмет достар. Айта кетейін, көп деген лайктар, комментариялар жазып тіркеліп жатыр екенсіздер. Сіздерге көп рахмет. Давайте бәріміз 1000 подписчикке бірге жетейік. 1000 подписчикке давайте аз қалды достар. Сондықтан бәріміз 1000 подписчикке жетейік достар. Көп айтпай қалды қазір мен. Екеуі достар бірдеңе жасырып жүріп жатыр менен. Қараңыздар. Жердің астынан жек қазимыз да. Оляның үйінің астына кіріп көтереміз, давай ма? Давай тез достар. Сен мені істе. Екеуі не істеп жатыр? Давай. Ей, мә достар, естідіңіздер ма достар? Менің үйімнің астына бірдеңе кіріп істейін деп тұр, мыналар бар ғой. Так, не істейін деп жатыр екен достар? Мә сағып армай қояқ, қазір біліп қойып жүрер достар. Так, мыналар бірдеңе істейін деп жүр, бірдеңе жасырып жүр достар. Менен жетелдер бар ғой, мен 100% білемін, мен жетелдерді бар ғой. Мына еще басы қып-қызыл, өмірі нервный болып жүретін жетел бар ғой, маған ұнамайды. Адамның нервісіне тиіп бар ғой, адамды шошытып. Мен не істейтін боламын достар, мен не істесем болады? Так, менде заттарым да жоқ қой. Мен шошып жүрдім ғой. Не істеп жүр? Кетіңдер бар. Не істеп жүрсіңдер менің үйім жанымнан? Кетеміз. Ренжіме, Бар кетіңдер. Балға меншіге. Шынды екен ғой. Кетіңдер бар менің үйімді. Мен не аңдып жүрсіңдер мені? Ұятсыздар. Достар. Так, мына жерден бірдеңе істеп кетті жаңа достар. Мен қазір көрейін ба? Көрейін деп тұр бар ғой. Так, бірдеңе жасырып жүрген сияқты. Кетіп қалды ғой аналар. Көре салайыншы. Қай жерде жүр екен? Достар, менен жетелдер бірдеңе жасырып жүр. Мына жер қараңыздар. Менде алдыңғы бөлімде мынандай нәрсе болған жоқ. Менде мына жердің бәрі тегіс, мынандай тап-таза болған, мынандай блок қойып қойыпты ол дейтін жерді. Так, асыңдар көрейік достар. Достар, мына қараңыздар, менің үйімнің астына не істеп тастаған мыналар? Так, достар, қазір көрейікші. Саған достар, мынаны қараңыздар. Так, мына кет бар. Так. Достар, мына жерде артымды жауып қойын, қазір біліп қойып жүрмесін мені. Так, қазір достар, мен сіздерге көрсетем. Бұлар менің үйімнің астына оңбағандар. Менің үйімнің астына андай нәрсе салып қойыпты. Не істеймін мен достар? Так, мынау кім? Так, кімсің сен? Сен не менің үйімде? Так, айтпай қойын достар, айтпай қойын. Так, достар, қазір үйіне кіріп алайықшы. Менің үйімнің астына не істеген алар вообще? Үй жасап тастаған қойналар кәдімгідей. Саған достар, мына қараңыздар. Мына жерде не деген алтын мен долларлар жатыр, ақшалар жатыр ғой мына жерде. Так. Мына жерде не жүр? Кесіртке жүр ғой, ойбай, қорқам мен кесірткеден. Кетіңдер. Мына жерде тауық не істеп жүр вообще? Так, кетіңдер. Так, тауықтан қорқпай, мен кесіртке не істеп жүр мына жерде? Мына достар, мына жерде қорқынышты мынандай. Мен қорқытырым бар ғой. Так, кет. Чеп, кет бар. Кет, жолама маған. Так,
мынау ай достар кесіртке жүр ғой. Так көмектесіңдер, менің үйімнің астында не істеп жүр мына кесірткелер. Так жарайды достар, қорықпаймыз біз. Сіздер барсыздар ғой менің қасымда. Так жарайды достар, мына жерде алтын телевизор, мына жерге суши қойып қойыпты достар. Так сушині алып алайық, керек болып қалады. Так жеп алайық сушині. Так достар, мына есікті ашқым келіп тұр бар ғой мен. Мына алтындар не істеп жүр вообще мына жеделдерде. Мен бірдеңе біліп едім осы жеделдерде осындай болатын бар ғой. Так пепси бар екен, пепси алып алайық достар. Так бай екен ғой мына екеуі, маған айтпай менен жасырып жүр, еще менің үйімнің астына жасырып қойған ғой, ұялмай менен сұраса болады ғой осындай нәрселерді. Так жмоттарға бұл екеуі ше, ақша ештеңе бергісі келмейді ше. Мына тауық бар ғой, маған подозрительный болып тұр. Так жарайды, жаймен де бесік жоқ те. Мына соған мынандай есік қойып қойған ғой ше. Мына жерде ештеңе жоқ екен достар. Не? Жаппай кетіпті ғой мынаны достар. Так анау не, сундук па? Мына достар, достар, мынада код бар екен. Мына кодын қалай білем енді? Мен сіздерге көрсетейін деп едім, мынаны бар ғой. Так қазір мен бұның кодын. Так қанша өзі? 1 2 3 4 9 код өзі. Так қандай код? Так мынаны кім жауып тастаған? Берген көріп қойған сияқты. Так достар, мына екеуі қазір мені өлтіріп қояды, ұстаса бар ғой, мынаның паролін тез білуім керек. Давайте достар, кәдімгі обычный парольді жазып көрейікші. Қандай пароль деп ойлайсыздар сіздер? Так қазір мен дейтін. Так давайте 1 2 3 4 деп көрейін. 1 2 3 4. Мә достар, дұрыс емес. Так мен екеуі достар. Қазір мен ұстап алып. Достар, мыналар еще сундуктар бірдеңе алғысы келіп тұр ғой. Кәз. Так давайте 1 2 3 4. Давай 8-ге дейін жазып көрейік та, достар. Так достар, ашылды. Мә саған ашылды. Мен екі жедел тупой екен ғой, қандай пароль қойып қойған. Так заттарын алып алайық. Мыналар бай ғой достар. Так бүткіл ақшаларын аламай қойып. Мына жерде дейтін достар, мылтықтар не істеп жүр вообще? Так мылтықтар не істеп жүр? Так бір мылтықты алып алайық қазір қорқыту үшін. А то бұл екеуі мені болып салып қуып жіберуі мүмкін. Так мына екеуі не істеп жатыр? Сындырып тастапты ғой мына жерді. Кетіңдер, сендердің мылтықтарыңды ұстап алдым мен қазір. Давай, ақшаны бәрін ал, жетім, давай. Так достар, мына екеуі кетіп барады ғой. Қашу керек, яқтан қашу керек. Аш есікті. Ойбай, қаш, Не істеді мынау? Сендер менен не жасырып жүрсіңдер вообще? Неге жасырасыңдар мен үйімнің астына? Мен үйімнің астына. Так, достар. Мына екеуі не істейді мені бар ғой? Достар, мына екеуі мені бар ғой? Қараңыздаршы, мынандай күйге қалдырып кеттік, құдықтың астына тастап кеткен деп мені. Қазір мен достар бұларға көрсетемін. Қазір мен саған. Так, мыналар не істеп жатыр? Достар, не істесем болады қазір? Мен заттарым бақты мына жерде. Так, қазір мына блоктарды алып алайын достар. Блоктарды алып алайын. Мен қазір көрсетем мен бұларға бар ғой. Так, мен 100 алмайды деп ойлайды ғой, мен 100 алмайды деп ойлайды. Қазір 100 алмайды, мен 100 алатынымды білмейді олар. Аңғарыңыздар. Келіңдер сендер, тұрыңдар мына жерде. Тұрыңдар мына жерде, қасындағы қайықта. Қасындағы қайда? Мен үйімдегі өртейсің. Мен өртеген жоқпын, шын айтам, мен емес. Шақыр бар ба, қасындағын шақыр бар. Мен шақыр қазір атамын сені. Қақтан ау қасында? Қақтан ау? Мен еріма тимеңдер сендер. Білмеймін, мен пассау кетіп мен сұрағыма жауап берсен дейтін. Мен сұрағыма. Так, сен не менің үйімнің астына өздерінің заттарын тақып жүрсіңдер? Басқа жер құрып қалды ма?
Басқа жер жоқ екен ғой енді мен не Ой, ұнады басқа жер мені сен не ұнады мені жауапты білмейсің бар ғой сен атпа, пожалуйста, атпашы. Мен саған ақша керек па саған? Ақша болсаң керек, е? жоқ маған ешқандай сенің ақшаң керек емес Пожалуйста, атпашы мені, сен тұр мына жерде тұр деймін атам мен сені сендер бар ғой Пожалуйста. менің личный пространством бар екенін білмейсіңдер ма не сендер тұра тұрыңдар сөйлемеңдер қазір Ой, қыздарда ондай бар ма не? Тамаш Олай. неге тыңдамайсыңдар мені Феминизм алға. өздерің заттарыңды бар ғой басқа жерге салыңдар түсіндіңдер ма менің үйімнің астына салушы болмаңдар сендердің соқтарың дауыстарың маған естіледі ғой түнімен Атпашы бізді. мына заттарыңды алыңдар мама өздерің заттарыңды алыңдар да басқа жерге салыңдар түсіндіңдер ма Бұл ақшаның бәрі ұрлағанбыз ғой біз бұл ақшаның бәрін. маған бәрібір менің үйімнің астына салушы болмаңдар деп түсіндіңдер ма Сенің үйің бар ма? Давай, келісіп шартқа отырайық. түсінбеймін вообще қойшы давай короче достар мына екеуі бар ғой бас істемейтін жетелдер қараңыздаршы не істегендерін мен үйімнің мен ноутбугым қайда менің ноутбугымды ұрлап кетті ғой мына екеуі екеуің қаяқта мына екеуі бергел сен жылау менің ноутбук ақша керек емес деймін маған ақша бере беретін емес шынды менің ноутбугым мен кроватым мықты мен кроватымды ұрлап кетіпсіңдер ғой ал ақшаны сен не бомж көресің ба мен өздерің сияқты харам ақшамен ақша табады бар құрыңдар бар ешек достар адамның нервісіне тиіп бар ғой достар короче осындай видео болды деп ойлаймын қараңыздаршы адамның нервісіне тиіп не істеп шошып кеттім ғой мама мына екеуі бар ғой менің түсіме кіреді бар ғой бір күні достар кроватты қайтадан сатып алу керек болды маған бар ғой мәссаған достар так жарайды мына жерге қоя салайын осы жерге қоя салайын ноутбугымды сіздерге видео осы жерде монтаждаймын ғой өйстіп саламын мен дейтін так достар осындай видео болды ұнаса лайктарыңызды басып арнаға жазуды ұмытпаңыздар келесі бөлімде көріскенше сіздермен болған мен Мөгне сау болыңыздар достар